Сәлем сұлулар, қуырылған ұйғыр лағманын үй жағдайында дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әуелі жұқалап турылған еттерімізді маринаттаймыз. Сарымсақ, соя тұздығы және сұйық май құйып, араластырып 15-20 минутқа қалдырамыз. Тәтті бұрыштарымызды видеодағыдай 3 бұрыштылап турап аламыз және сельдерей қажет болады, оны да турап аламыз. Пекин қырыққабатының осындай қатты жері қажет. Жонып отырып видеодағыдай турайтын боламыз. Табаға сұйық май құямыз да еттерімізді салып қуырамыз. Сұйық майын көбіректеу етіп құйғаныңыз дұрыс болады. Орташа отта 25-30 минут, артық суы тартыла бастағанша қуырамыз. Енді пияз саламыз, туралған көкөністерімізді саламыз. Көбіне лағманға лапизатты тұзды қосып жатады. Мен оның орнына Чон Устамның арнайы қуырылған лағманға арналған тұздығын қосамын. Ішінде кунжутымен бірге жүреді. Лағманыңызға өте ерекше дәм береді. Маған бір шай қасық қосқан жеткілікті. Чон Устамда басқа да сан алуан түрлі тұздықтар бар. Толық ақпараттарды көрсетілген номерлер бойынша алсаңыздар болады. Дайын лағманның қамырын қолданамын. Осылай бөліп аламын, ұсақтап. Енді жаңағы қуырылып жатқан көкөністерімнің үстінен салып шығамын. Көкөністерім шамамен 5-10 минуттай қуырылды. Енді жақсылап араластырамын, 5 минуттай қалдырамын. Осымен біздің қуырылған лағманымыз дайын. Өте дәмді болып шығады, қыздар.